Нұр-Сұлтанда көпір астында жаңа арт-кеңістік пайда болды. Елорда тұрғындарының кезекті қуанышына куә болып, пікірлерімен бөлісіп, әдемі көріністі тамашалап қайтайық. Кеңістік Арқар көпірінің астында орналасқан. Мұнда баскетбол ойнайтын алаңдар, белгілі спорт шеберлері бейнесіндегі түрлі түсті арт-инсталляциялар, теннис орындары және де жаттықтыру мен ойын алаңдары жетерлік. Елімізде осы сияқты алаңдар көп болса жақсы болатын еді, сондықтан да болашақта басқа да аудандарда пайда болады деген ойдамын. Өте әдемі, әсіресе кешке келгенде жарықтар жанып тұрады, біз сияқты жастарға жақсы. Арқар көпірінің астындағы алаң Нұр-Сұлтанның тұрғындары мен қонақтары үшін көрікті орынның біріне айналды. Бұл қоғамдық орындарды жаңғыртудың тағы бір үлгісі. Осы қарқынмен даму жолдары жалғасатын болса, келер жылдарда әлем таныған мемлекеттер қатарынан табылатынымызға сенімдімін. Жеңісбаева Айдана, арнайы сабақ үшін.